Сәлем достар, бүгін сіздермен Умка есімім. Бүгінгі видеомызда сіздерге қалай жаңа аккаунт ашуға керектігі туралы айтатын боламын. Ең алдымен өз парақшаңызда кіресіз және соның үстін басып тұрсаңыз осылай шығады. Ең соңында добавить аккаунт деген бар. Соны создать новый аккаунт дегенді басасыз. Сол кезде осындай имя пользователя, яғни сіз инстаға не деп кірмекшісіз, соны жазасыз. Мысалы, есімім. Енді осы жерге пароль жазасыз. Енді осылай уже сіз жаңа парақша ашып тұрсыз. Завершить регистрацию дейсіз. Регистрация жүріп жатыр. Және де парольдарыңызды ұмытпай жақсы бір жерге жазып алыңыздар. Енді мына жерде подключиться к Facebook дегенге бассаңыз да болады, баспасаңыз да болады. Пропустить ете салайық. Пропустит. И мына жерге фотоны да қойсаңыз болады. Дәл қазір басып немесе пропустить етіп, кейін редактировать етіп жасасаңыз да болады. Мінекей біз уже жаңа парақша ашып тұрмыз. Мына жерде уже қазіргі таңда Инстаграмды белсенді жүргізіп жүрген адамдардың аккаунттары шығып тұрады. Сосын мына жерге кірсеңіз, уже сізде редактировать профиль дегенді басу арқылы сіз өзіңізге фото қоя аласыз, имя деген жерге өз имя, отчествоңызды жазып қойсаңыз болады. Және де мына жерге биография дегенге сіз немен айналысасыз, неше жастасыз, мысалы сол өзіңіз туралы ақпараттарды жазып қоясыз. Және сайт деген жерге телефон номеріңізді, WhatsApp номеріңізді сілтеме етіп қоюыңызға болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыздар. Алда талай керемет лайфхактармен бөлісетін боламын.